Бізде алдыңғы кітаптағыдай әр 4 сабақ сайын осындай қысқаша өзін өзі тексеру тесті шығып отырады. Немесе топик тестіне дайындық деп қарасаңыздар да болады. Яғни байқау топик тесті нөмір 1 нұсқа. Алғашқы 4 сабақ бойынша. Екінші кітаптың алғашқы 4 сабағы бойынша осындай қысқаша тест. Бұны қалай орындау керек екенін мен жай ғана түсіндіріп өтейін. Қалғанын өздеріңіз осы PDF файлдар арқылы алып орындап жауаптарын осылай тексеріңіздер. Бірінші. Кримел пого муруме альмажун госыл корышипшио. Суретке қарап, сұраққа дұрыс жауабын таңдаңыз дейді. Дұрыс нәрсесін. Осындай сурет берілген. Хаккёе отоки кайо ханады. Автобустың сурет түрі. Посы. Хаккёе отоки кайо. Посыро кайо. Осылай 4 белгілейсіздер. Посыро кайо. Келесідегідей осындай жақшаның орнына бір нені оқып, бір етістікті таңдайсыздар. 3 пен 5-те. Поги와 같이 빈칸에 알맞은 곳을 고르십시오. үлгідегідей осындай бос орынға дұрысын белгілеңіз дейді, таңдаңыз дейді. Чегіл не істейміз? Кітапты оқимыз. Чегіл 읽어요. дұрыс болады. 가요 деген бару, келу, 들어요 дегеніміз. ұстау, кіру деген сондай көп мағыналы сөз. Одан кейін 읽어요, оқу. Кітапты оқимын дейді. Сол сияқты осындай бос орынға мынандай жалғауларды қойып, жалғауларды табасыздар. Дұрыс. 6 мен 7-те. 보기와 같이 빈칸에 가장 알맞은 곳을 고르십시오 дейді. үлгідегідей бос орынға жаңағы ең дұрыс деген нәрсені таңдаңыздар дейді. Олардың ішінде басқалар да дұрыс болуы мүмкін, бірақ ішіндегі ең өте дұрысы неге соны таңдау керек. Мысалы, 오늘 오후에 뭐 해요? бүгін түстен кейін не істейсің? 도서관에 공부했어요 деген негізін андай болады. 했어요 деген өткен шаққын бұл болмайды. 공부하세요 деген бұл бұйрық, бұл да болмайды. 공부할까요 деген бұл да ұсыныс, тағы да сұрақ негізі. бұл да болмайды. Сондықтан 도서관에 공부하러 가요 дейді. Кітапханаға сабақ оқуға барамын деген дұрыс болады. Осы сияқты дұрысын таңдайсыздар. 9 мен 10-да. 보기와 같이 밑줄진 부분에 알맞은 것을 고르십시오. үлгідегідей асты сызылған бөлігіне, асты сызылған жерге, яғни асты сызылған деген сызық қой. Дұрыс сөйлемді таңдаңыз, дұрыс жауап таңдаңыз. Топикте осындай сұрақ болады. Мысалы, 집에 가요? үйге барасың ба? Не 집에 가요 деген дұрыс болады. Я үйге барамын. Анио 집에 가요 дейді. Жоқ, үйге барамын деген болды, дұрыс емес. Бірінші дұрыс негізі. Не 집에 안 가요 дейді. Я үйге бармаймын. Анио 집에 없어요. Жоқ, үйде жоқ дейді. Бұл да дұрыс емес.
Осы сияқты мынау сұраққа жауапты таңдайсыздар. 9, 10-да. 11, 13-те. Там 보기와 같이 다음을 이용해 문장을 만드십시오 дейді. келесі үлгідегідей келесілерді пайдаланып сөйлем құрастырыңыз дейді. Бұл алдында біз жасағанымыздай оже, 극찬, 연화, 보다 деген сөздерді алып бір сөйлем құрастырамыз. мысалы, 어제 극장에서 연화를 봤어요. 어때? өткен 어제 деп тұр. кеше. Осы сияқты мына сөздерді алып бір сөйлем құрастырып жазасыздар. 12, 13-те. 14, 15. 다음을 읽고 물음에 답하십시오. келесіні оқып, сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Жұмыс тексті оқып шығасыздар және бос орынға киіттен. Кисе трогал 알맞은 말을 고르십시오. мына киітке жақшаның ішіне орнына кіретін, қойылатын дұрыс сөзді таңдаңыз дейді. мына сөйлемді оқып, осыны қалай жалғасатын, екі сөйлемдерді ойды жалғастыратын ондай қыстырма сөз дейміз, осындай сөз, соны біреуін таңдауымыз керек. 맞는 것을 고르십시오. және бұл да текстке қатысты, текстің мазмұнына қатысты сөйлемдер. Соны сәйкес келсе, келген дұрысын таңдайсыздар. сөйлемдер ішінен. Неге осындай 15 неден тапсырмадан тұратын тест деген дұрыс жауаптары мінекей өздеріңіз орындап болғаннан кейін тексересіздер.